партиясы ошол биздин ички иштер министринин орун басары Актер Орманбетовдун күчүнгөндөн кийин баалап болгонуштарга тиленен ашыгып билдиребиз. Ижаттуу жаңы баардык жакшылыктарды, ийгиликтерди алып келет. Рахмат. Арабыздарда болуп жүрдүк. Биринчиден ушу уюштуруп атканыңыздарга айдан-айын үйшүгө барынча жакшы билдиребиз. Сиздин чоң ишиңиз болбойт экен. Биринчиден ушу ишенип атканыңыздарга рахмат. Баарыңыздар келе жаткан жумуштар менен жолдош болгон, жакшылыкка жолдогон жылдарга болсун. Жолдош бараштыра жатышты. Азгандай ала турган чечимдер баардыгы болсун. Elimizde tutmak olsun, жақсылық болсын, мұндан ары өсіп болсын. Дайым ұшу ала тоғын ойында, бірімізде өсіп өдеріз. Арғылыздар. Саласылығы ұмақты ұшу ешін тұрған ұмақты сүйгі ұмақты қолды ештерді. Құдырбек Базарбаевич сіздерді аямай, ұмақты айтып сыйлайды. Кейбір саяси себептермен ел албай қалды, ешқол қалды. Сіздердің құдай бағалап, еңбегін еңбегін бағалана қашан қасып әкет етеді. Жана осы еңбекте жерде адамдардағы уақыт өресін еңбек келе жатқан жылымыз Түркістандағы жаңа еңбекке шығарған жылдардан болсын. Чоң рахмат. Урулдай ва салтанат айып қолауына деген бізден ең сұлу айыбыз. Айлайлы атай грамотаңыз құтты болсын, ішіңізге игілік сыйлығы. Урматтуу мекемдештер, бардыңыздар келе жатқан жаңы жылыңыздар менен бардыңыздардын үй-бүлөңүздөргө үй-бүлөлүк бакыт, денсаулык, узун өмүр коштоп, өнүккөн Кыргызстандын босогосун аттаган даражага жетелик. Урматтуу уюштуруучу тобу, Айжан айым сиздерге дагы терең ыраазычылык. Чоң рахмат. Грамоталарым бар экен, бирок кичине бөлөлгө. Кичине майрамдык эмгекчилиги менен, мекенчилиги менен Кыргызстанга чоң көптөгөн пайдалуу иштерди алып келет депчи. Анда эмесе бизден бирибиз салым кошушубуз керек. Ушул жердеги
жаңы жылыңыздар менен чындап куттуктайбыз. Бардыгыңыздардын үй-бүлөлөрүнгө бардыгы үй солук узун өмүр, кырсыктан тышкары оорсуздон алыс болуңуздар. Ушу келе жаткан жыл молчулуктун жылы болсун. Кудайым ушу биздин президентибиз, элдик президент Садыр Нуркожоевичке күч кубат берсин. Көз тийбесин, сөз тийбесин, киши ийгиликтүү болуп, Кыргызстанды өнүктүрүп, тарыхта калган инсан болсун.